Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабақтың тақырыбы галоген алкандардың нуклеофилді орын басу реакциялары, галоген алкандардың элиминирлеу реакциялары. Сабақтың мақсаты галоген алкандардың нуклеофилді реагенттермен әрекеттесу қабілетін білу және галоген алкандар үшін элиминирлеу реакциясы процесін түсіну. Галоген алкандардың химиялық қасиеттері олар нуклеофилді орын басу реакциясына кіріседі және элиминирлену реакциясы тән. Осыған дейін сіздер білесіздер органикалық химияда реакция механизмінің бөлшектерін шабуыл жасайтын реагенттің табиғатына байланысты иондық және электрофилді болып екіге бөлінеді және де радикалдық механизммен танысыңдар. Байланысқан электрон жұбы дара электрондарға бөлініп, әрқайсысы алдыңғы байланысқан атомдарда қалғанда гамолиттік үзілу процесі жүреді. Полюссіз коваленттік байланыстар осы жолмен үзіледі. Дегенмен гомолиз кезінде бос радикалдар деп аталатын екі жаңа бөлшек түзіледі. Анықтама бойынша олар кемінде бір жұптаспаған электроннан тұрады, бірақ электрлік бейтарап болады. Байланысты үзу үшін жылу немесе жарық түріндегі энергия қажет. Көміртек сутек және көміртек байланыстары айтарлықтай берік, сондықтан қажетті энергияда салыстырмалы түрде жоғары болады. Алайда екі атомды галоген молекулаларындағы немесе пероксидтердегі байланыстар әлдеқайда әлсіз және жарықтың әсерінен немесе қыздыру кезінде үзіледі. Электрофилдер электронға бай реакция аумақтарына ұмтылатын электронға тапшы бөлшектер. Льюис теориясы бойынша электрофилдер электрон жұбының акцепторлары болғандықтан ол Льюис қышқылдарына жатады. Барлық катиондар, оның ішінде сутек иондары, металл иондары және карбкатиондар деп аталатын көміртек атомында оң заряды бар кез келген органикалық қосылыстар электрофилдер болып табылады. Бор трифториді немесе алюминий хлориді сияқты электронға тапшы бейтарап молекулаларда өте тиімді электрофилдерге жатады. Тіпті бром сияқты полюссіз молекулаларда бір ұшы оң және электрофилді болатындай поляризациялана алады. Нуклеофилдер оң зарядталған электронға тапшы орталыққа ұмтылатын реагенттер. Нуклеофилдер реакцияға түсетін кемінде бір бөлінбеген электрон жұбынан тұратындықтан, Льюис теориясы бойынша олар негіздерге жатады. Гидроксид, хлорид немесе карбоксилат иондар сияқты барлық аниондар нуклеофилдерге жатады. Бөлінбеген электрон жұптары бар бейтарап молекулаларда нуклеофилдер болып табылады. Ондай молекулалардың мысалына су, аммиак және этанол жатады. Нуклеофилдің қатысуымен жүретін қарапайым реакцияда реакция реагенттің бөлінбеген электрондық жұбы субстрат молекуласындағы оң зарядталған орталыққа жақындағанда басталады. Мысалы, бір хлорпропанның гидроксид иондарымен реакциясы нәтижесінде пропанол бір орын басу өнімі түзіледі. Галоген алкан молекуласындағы галоген атомдары гидроксил тобы OH, амин тобы NH2 немесе нитрил тобы CN сияқты функционалды топтармен ауыстырылуы мүмкін. Орын басу реакциясы жүру үшін міндетті түрде нуклеофилді реагент деп аталатын бөлінбеген электрон жұбы бар реагент болуы тиіс. Мұндай реакциялар нуклеофилді орын басу SN ретінде белгілі, және оның мысалына галоген алкан молекуласындағы галоген атомның нуклеофилді реагентпен алмастырылуы жатады. Сонымен балалар, нуклеофилді реагенттер электродонорлық қасиеті бар, өзінің бөліспеген электрон жұбын байланыс түзуге беретін бөлшектерді айтады. Оларға бөліспеген электрон жұптары бар, аниондар OH, хлор және NH3 жатады. Мына жерде нуклеофилдік бөлшек құрылысының мысалдары келтірген. Нуклеофилдер аниондар пи байланысы бар қосылса және байланысқа түспейтін қалған электроны бар молекуладағы атомдар мысалдары келтірген. Мына жерде біздерге реагенттердің реакцияға нуклеофилді белсенділігі берілген. Ол да нуклеофилдердің табиғатына байланысты. Нуклеофилді орын басу реакция механизмдері екіге бөлінеді. Ол SN1 және SN2. S дегеніміз орын басу реакциясы N нуклеофилді. Енді SN1 мен SN2-ның айырмашылығы SN1 реакциясы реакция жылдамдығы субстрат концентрациясына тәуелді және нуклеофил концентрациясына тәуелді болмайды. N2 реакция жылдамдығы нуклеофилдің табиғатына және оның концентрациясына тәуелді. Және де SN реакциясы 2 сатыда жүретін процесс, ал SN2 ол тез арада жүретін бір сатыда жүреді.
Мына схемада мен сіздерге SN1 нуклеофилді орын басу механизмін түсіндірейін. Біздерге беріліп тұр мына жерде 2 бром, 2 метил пропан берілген. Және де әлсіз нуклеофил су молекуласы беріліп тұр. Бұнда біздер молекулда, оны субстрат деп айтамыз, бұл молекулда бромның электр терістігі көміртекке қарағанда жоғары, сондықтан ол өзіне қарата электрондық тығыздықты көміртек электронның өзіне қарата ығыстырып алады, ол 8 электрон тартып алады өзіне қарата. Сондықтан оны біздер кететін топ дейміз, ол реакцияға субстраттан бөлініп кететін топ болады. Енді суда оттек мына жерде тұтасқан 2 электроны бар, ол мына карбокатионға шабуыл жасайды. Енді реакция нәтижесінде біздерге мынандай аралас өнім түзіледі. Аралық өнім мына жерде барлық қатысатын және кететін топтардың барлығы көрсетілген біздерге. Сол кезде бұл реакция 2 кезеңде жүріп, бірінші кезеңінде карбокатион түзілген, екіншісінде су молекуласы қосылып, мына жерде спирт түзіледі. Екіншілік және біріншілік алкил галогениттермен нуклеофилдік орын басу реакциясы SN2 механизмімен жүреді. Бұл мезгілде нуклеофил бұл көміртек атомына шабуыл жасайды. Сол кезде бром ионы бөлініп, субстраттан бөлініп кетеді. Оны біз кететін топ деп айтамыз. Ол қалай процесс қалай жүреді? Бромның электр терістігі көміртекке қарағанда өте жоғары, сондықтан электрондық тығыздығы өзіне қарата ығыстырып алады. Көміртек оң зарядталады, мына жерде теріс заряд оттекті өзіне қосып алады. Сол кезде мына субстрат түзіледі. Мына жерде барлығы бір кезеңде жүреді, өте тез жүретін реакция. Нәтижесінде спирт түзіледі. Жаңағы түсіндірілген механизмдер бойынша мына жерде мысалдар келтірген SN1 реакция және SN2 реакциялар бойынша осы реакцияларға қарап, оқушылар өздеріңіз ажыратып алыңдар қандай механизмге жататынын. Мысалы, мына жерде нуклеофилдік орын басу реакциясы, спиртпен әрекеттесуі, келесіде аммиакпен, гидролиз реакциясы. Сосын мынадай тапсырма, хлорметан аммиакпен нуклеофилдік орын басу механизмі бойынша түседі. Бірінші кезең, екі кезеңде енді нуклеофил терминінің анықтама берілді, жалпы реакция теңдеуін жазу керек, түзілген өнімдерді атау керек. Келесі, осы галоген алкандарға тән реакция, ол элиминирлену реакциясы. Латын тілінен элимина дегеніміз алып тастау, органикалық заттың молекуласының атом немесе атомдар тобының басқа атомдармен орны басылмай үзілу процесі. Бастапқы зат ретінде органикалық қосылыстардың әртүрлі кластары бола алады. Элиминирлену механизмі Е таңбасымен белгіленеді. Алып тастау деген, мысалы, оларға жатады дегидролену реакциясы, дегидратация реакциялары. Енді кездеседі мономолекулалық элиминирлену Е1 деп көрсетеді және бимолекулалық элиминирлену ол E2. Енді осы элиминирлену реакциялар классификациясы келетін болса, барлық элиминирлену реакциясының атом немесе атом тобы үзілетін көміртек атомына орналасуына байланысты жіктейді. Альфа элиминирлену, бета, гамма, Z тағы да басқаша. Элиминирлену реакция механизмі. Мына сызба нұсқада бізге галоген алкан берілген. Егерде біздер оны қыздырған кезде, мысалы, негізбен әрекеттесетін болса, онда мына байланыстан бөлініп кететін топ, сол кезде екі көміртек атомына қос байланыс түзіледі. Сол кезде алкен түзіледі. Өнім, галогендар өнім бөлініп шығып кетеді. Е1 мономолекулалық элиминирлену механизмі. Реакцияның жалпы мына жерде сызба нұсқасы берілген. Карбокатион түзіледі. Және субстраттан карбокатион түзіледі. Себебі галоген өзіне қарата электрондық тығыздық тартып алады, оң зарядталады. Бұл бірінші сатыда, енді ол бірінші саты өте баяу жүреді, ал келесі сатыда негіз
негіз әсерімен сутектің үзілуі және қос байланыс түзілуі жүреді. Мына негіз әсер еткен кезде мына байланыстар сутек бөлініп кетеді де қос байланыс түзіледі және өнім бөлініп шығады. Бұл тез жүретін реакция. Енді бір реакцияның мысалдарына келтірілген. Бұлай қарайтын болсақ механизмі онда Е1 мен SN1 реакциялары бір-біріне бәсеке реакция. Кейде ол реакциялар бір-біріне қосылып кетуі де мүмкін. Е2 беймолекулалық элиминирлену механизмі мына сызба нұсқада біздерге берілген бір сатыда өтеді. Негіздің әсер етуі, негіз біздерге берілген соның әсер етуіне байланысты топ үзіледі және қос байланысасы бәрі бір уақытта жүреді реакция. Е2 реакцияның мына жерде мысалы келтірген біздерге және Е2 мен SN2 реакциялар ортақ кезеңдері болмайды. Элиминирлену реакциялары Зайцев ережесі негізінде жүреді. Дегидрогенлену және дегидратация реакцияларына сутек атомның үзілуі ең аз гидрогенделген көміртегі атомынан жүреді. Қазіргі кездегі тұжырымдамасы бөліну реакциялары қос байланысында көбірек орын алысқан алкендердің түзілуімен жүреді. Бұндай алкендер төмен энергияға ие. Реакцияның Е1 немесе Е2 бағытында бағытталу бірнеше факторға тәуелді. Олар біріншіден субстраттың құрылысы, шабуылдаушы бөлшектер құрылысы, шабуылдаушы бөлшектер негізділігі және еріткіш табиғаты. Мынандай оқушылар тапсырма хлорпропаннан пропен алуға болатын реакция механизмі жазыңдар. Келесі 3-бром-2 метил октан мен натрий гидроксидінің спирттегі ерітіндісінің әрекеттесу реакция механизмін жазыңдар. Бұл элиминирлену реакцияға жатады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Үйге 84-ші параграф, 85-ші параграф, номер 7-8-ші жаттығу. Сау болыңыздар.